өте дәмді ПП киштің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге осы жерде жазылған өнімдер қажет болады. Ең алдымен біз тауық филесін осылайынан турап аламыз және де пиязымызды, сонымен қоса брокколимізді дайындап турап аламыз. Одан кейін мен черри қызанақтарын осылайынан ортасынан бөліп дайындап алдым. Одан кейінгі этапта біз тауық етін пиязбен бірге жақсылап тұрып қуырып аламыз. Одан кейін киштің основасын жасауға кірсем, және де мен цельнозерновой ұн алып, оны жұмыртқамен және қайнаған сумен араластырып, осылай тесто жасап алдым. Одан соң 5 жұмыртқаны осылайынан жарып, үстіне сүт құйып араластырып, киштің начинкасын жасадым. Формочкамызды алып, қамырымызды осылайынан толықтай жағып шығамыз, және де үстіне начинкаларын салып бастаймыз. Ең бірінші осылайынан тауық етін, одан кейін брокколи, одан кейін черри қызанақтарын, және де ең соңғы этап ретінде осындай өзіміздің начинкамызды үстіне құйып шығамыз, және ең соңғы этап үстіне дәмін келтіру үшін кішкене тұз сеуіп шығамын. Одан кейін қалған начинкаларды осылайынан кекстің формочкасына салып шықтым. Барлық начинкаларды бірінші тауық етін, одан соң қызанақты, және де содан кейін брокколиді салып шықтым. Келесі тағы да начинка жасап алдым. Оған 3 жұмыртқаны, сүтті және де кішкене ұнды қосып, осылайынан барлық формочкаларымызға құйып шықтым, және де осы дайын болған пирогымызды, яғни кишті осылайынан духовкаға 40 минутқа 200 градусқа пісірдім, және де қарасаңыздар өте әдемі болып көтерілген. Байқасаңыздар, мен бұл жерде ешқандай ақ ұн қолданбадым, май қолданбадым, қант қолданбадым. Алайда ПП болса да бұл өнім өте пайдалы әрі дәмді болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің күйеуім бұл кишқа 10-нан 1000 деген баға берді. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіз.